Мысалы бір 5 жыл істейтін жұмысты осы кезде 2 апта ішінде бітіріп тастайды. Қандай мамандықтар ары қарай дамуы мүмкін, қандай мамандықтар жоғалып кетуі мүмкін? Кейбір центрде 90% кетеді деп жатыр. Біз рухани аш қалмаймыз ба? 2025 осы EA-ға 80 миллиард доллар арнаймыз деп жатыр. Интеллекттің жұмыс жасау жүйесі математикамен тығыз байланысты болып тұр ғой. Оны дронға қосуға бола ма дейді. Әрине болады. Соны айтады. Мысалы ана малдарды тани ма дейді. Ой, танып тұр десем айтады. Онда қазаққа бір сондай жасап берсек болады екен дейді ғой. Жасанды интеллект десе көп адамдар қазір ChatGPT-ді елестетеді көз алдына. Қазілім деген модуль шығардық. Ол модулін шығардық. Енді бұйырса сайты даяр болады. Қайырлы күн, құрметті ойлайықтың ойлы оқырмандары. Бүгінгі сұхбатымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сұхбатта енді бір керемет сұхбаттардың бірі болайын деп тұр. Себебі бүгінгі тақырыбымыз жасанды интеллектке байланысты. Бүгін бізде қонақта Назарбаев университетінің ақылды жүйелер және осы жасанды интеллект институты директор ғалымы Мамырбек Парахат мырза. Қош келдің бауырым. Рахмет, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жақсы, сұрағымыз жалғастыра берейік. Енді каналды міндетті түрде қолдап жүріңіздер, лайк басыңыздар. Себебі осы біздің басты мақсатымыз білімді трендке айналдыру. Осы бағытта енді көп сұхбаттар қазір жасап жатырмыз. Мамырбек мырза, өзің енді уақыт бөліп келгеніңе үлкен рахмет айтамыз. Шақырғандарыңызға рахмет. Енді осы жасанды интеллектпен айналысып жүрген енді соңғы кезде ғалымдар дейміз ғой, енді өздерің сияқты азаматтар енді біздің қоғам ішінде өте қажет. Біріне шыға қалған кезде бізден сөйтіп не дейміз, адамдық ресурстарымыз жетіспей қалатын шығар, ғалымдарымыз жетіспей қалатын шығар деген сияқты өзіңде енді шеттен келіп бүкіл үйреніп келіп не дейміз, қазір болашақпен оқытып жатырмыз, бірден келіп осы салаға кірісіп енді жақсы мықты маман ретінде жұмыс жасап жатыр екенсің. Рахмет дейміз. Енді жасанды интеллект аз уақыт болса да өте ауқымды түрде кетіп жатыр. Халықта көбі түсініп қалды деп ойлаймыз. Бірақ енді жасанды интеллектті қарапайым, енді былай қарапайым қалай түсіндіруге болады? Жасанды интеллект деген не? Оның принциптері қандай? Жасанды интеллект деген сұрақ енді адамдар өздері көріп жатқандай, бастысы адамдардың жаңағы ойлау, үйрену, шешім қабылдау қабілеттерін осы жасанды интеллект арқылы үйретіп, соны шешімдерді техникалық жолмен жүзеге асыру болып табылады. Компьютерлік деген. Компьютерлік жолмен, жаңағы AI-мен. Сол арқылы жасанды интеллект сізге бір көмекші қолғанатыңыз болады, мысалы. Солай деп түсінуге болады. Жаңа сұхбаттың алдында айтып қалдың. Мысалы енді адам не дейміз, ми бүкіл нәрсеге шешім жасайды, талдау жасайды, солай. Сонымен байланысы бар ма, қандай енді? Қазіргі жасанды интеллекттің қатты дамуының бір себебі, мысалы 2017 жылы Google компаниясының бір зерттелмендері Transformer деген бір осы модульдің архитектурасын шығарған. Ол бір жаңағы нерв жүйесі секілді. Адам миы нерв жүйесінен құралады ғой. Сол секілді, ода нерв жүйесі секілді. Соны жаңағы мамандар соны біздің осы бұрынғы бағдарламалардың орнына істетіп көргенде. Сол кезде бұл тіпті жақсы үйренген. Бұрынғы модульдерден жақсы үйренген. Сол арқылы өзінің мысалы нені үйрену керек екен, неге назар аудару керек екен жақсы біледі. Содан бұл бұрынғыдан ары тіпті қатты дамыған, өздеріңіз көргендей. Қазір мысалы ChatGPT-ді алып айтсақ, сізге кез келген сұрақтарыңызға жауап береді. Оның сыртында сізге мысалы сізден жақсы жауап беруі мүмкін да, қараңызтын болсаңыз. Сондай бір артықшылықтар бар. Сол басты арғы негізі сол нерв жүйесі. Нейрондардың мысалы әртүрлі нейрон, мысалы адамдар нерв жүйесін құрады, жаңағы ғалымдар. Сосын нерв жүйесін дата береді.
дата беріп сосын нерв жүйесін жаңағы бағдарлама, компьютерлік бағдарлама нерв жүйесінен құралған. Сол үйренеді дағы өзінің параметрлерін алмастырып отырып, сол даталарды үйреніп шығады. Мысалы биыл Нобель физика сыйлығын сол нерв жүйесінде мысалы backward дейді, кері қайту. Кері қайтқанда мысалы үйреніп болады, қайтадан ойлану керек қой. Сол ойланатын жердерін жасаған ғалымға берді, Хиллингтон деген. Естіген боларсыздар. Биылғы мысалы Нобель сыйлығында, физика сыйлығында AI мамандарына берді. AI мамандар алды. Бұл енді болашақтың осы мысалы ең негізгі екі пән ғой. Нобель сыйлығында сол екі пәннің Нобель сыйлығын мысалы екі мамандарына беріп отыр да, ғалымдарына. Бұнда болашағының қаншалық екенін білуге болады деген. Тамаша. Сонда жаңағы сияқты адамның нерв жүйесі сияқты системаларға негізделіп жасалған болып тұр ғой, Сол адам нерв жүйесі негізі адам миына ұқсатып жасағанда жаңағы нерв жүйелерін. Тамаша. Енді қазіргі қоғамдағы маңызы қандай деп білесіз бұл осы жасанды интеллекттің? Маңызы енді бұны әр сала үшін менше өте маңызды деп қараймын. Мысалы жаңағы алып айтқандай, мысалы химия Нобель сыйлығын химия ғалымына беріп отыр. Бұл неге десеңіз, жаңағы DeepMind деген компанияны құрған ғалым, сол нерв жүйесін арқылы жаңағы бізде арена тізбектер бар ғой. Сол тізбектерден мысалы белоктар, гендік тізбектерден белок қалай құрылады. Бұрын оны мысалы PhD деңгейіне жеткен зерттелген ғалымдар мысалы 5 жыл жүріп біреуін істеуі мүмкін да. Сосын ана ғалым жаңағы AI арқылы бүкілін істеп саған да. Бүкілін істеп саған. Алдында осы бағытта бір ғалым айтып отыр да, менің PhD-ім дейді, бұрын мысалы бір 5 жыл істейтін жұмысты осы кезде 2 апта ішінде бітіріп тастайды дейді. Соның көмегімен жаңағы одан кейін сол жаңағы моделін ашық жариялаған. Сол арқылы ол бүкіл зерттеуді қысқартып тастады да, адамға қаншалық мысалы тиімді шарт жағдай жаратып беріп жатыр. Мысалы зерттеу саласында онымен мысалы қаншама өнім шығады, қаншама адам затқа пайда тиеді. Бұны ойлап жету шынымен қиын да. Одан сол ғалым осы өткен жылдың соңында тағы бір лекциясында айтып жатыр да, енді біз дәрі саласына кіреміз дейді. Дәрі саласында мысалы адамға, аурударға сол қандай дәрілер қажет, оны қалай жасау керек. Ол кезде мысалы бұрын сонда мысалы кейбір мамандар айтып жатыр, егер солай істейтін болсақ, енді 10 жыл ішінде бүкіл аурудың дәрісі табылып болуы мүмкін дейді. РК-да табылуы мүмкін. Табылуы мүмкін. Көп аурударын мысалы бұрын көп уақыт зерттеу уақыты кетеді ғой. Қазір олай емес, тездетіп. Өте тез уақыт. Сосын бұл тек қана осы бір зерттеу саласын мен өзім білетін зерттеу саласы. Оның сыртында мысалы әр салада қолданылып жатыр. Мысалы мен өзім бір мысал келтіре кетейін. Қытайда Jingdong деген компания бар. Соның құрушысы Liu Qiang деген Қытай. Сол өзі Қытайда қатты андай популяр хит қой, танымал. Сол өзінің жаңағы диджитал адамын жасап қойғанда. Сол Jingdong деген сайты бар, онлайн зат сататын. Сода өзінің жаңағы диджитал адам қойып қойған. Ол 24 сағат 365 күн тоқтамай заттарды таныстырып отырады ғой. Мысалы келген сұрақтарға да жауап береді, ақпарат береді, таныстырады. Оны бірінші кірген адам байқамайды, мысалы диджитал адам екенін байқамайды да. Ой, мынау Liu Qiangдың сатып отыр екен ғой деп алады да, мысалы. Сонда ол жылына компанияға қаншама пайда келтіріп жатыр. Нақты бір дәл сан білмедім, неше миллиард юаньмен түсіп жатыр да. Сондай ақша келтіріп жатыр. Керемет. Тамаша, керемет. Енді қазіргі қоғамда да өте қажет болып жатыр ғой. Енді біз педагог болғаннан кейін бұл педагогтардың да көптеген жұмыстарына қазір жеңілдік туғызып жатыр. Енді үйренбесе, ізденбесе болмайтын заманға келіп қалды деп ойлаймыз енді. Былайша айтқан кезде, себебі осы жасанды интеллектті пайдаланудан біз қалып кететін болсақ, енді артта келе жатқан жастарымыз бар. Сондықтан бір енді үлкен қозғалыс болып жатыр, үлкен бір көмек болып жатыр, және үлкен бір қауіп болып жатыр деп ойлаймыз. Осы жағынан не айта аласыз енді? Мысалы, кейбір мамандықтар қысқарып кетуі мүмкін, кейбір адамдардың орнын басуы мүмкін. Сонда жаңа не десек болады?
қандай мамандықтар ары қарай дамуы мүмкін, қандай мамандықтар жоғалып кетуі мүмкін, яғни осы жасанды интеллекттің енді пайдасы да қаупі да екі жағын да ойластыру керек деген сияқты не айта аласыз? Иә, дұрыс. Бұл енді басым қоғамның бір алаңдаушылықтарының бірі ғой. Қандай мамандықтардың орнын басуы мүмкін дегенде, мысалы ритмді, қайталанбалы бір өзінің бір заңдылығы бар жұмыстар ол бірінші кетеді да. Бірінші кетеді. Мысалы сервер центрлер, чатботтар, олар бірінші кетеді. Кеше ме алдың күні бір осы Қазақстан жақтың шығарған статистикасын көрдім. Қандай мамандықтардан орын жаңағы AI басады деген. Сонда бірінші жаңағы сервер центрлер 90% кетеді деп жатыр. Мысалы сіз бұрын бір жерге звондасаңыз, оны ар жағында арнаулы адам, сол компания арнаулы адам даярлайды. Содан адам сіздің звондаған телефоныңызды көтеріп, сол адам жауап береді. Қазір ол олай емес. Жаңа бірден AI арқылы істей салуға болады. Ол тағы шаршамайды, одан кейде адамдар әртүрлі эмоцияда сөйлеуі де мүмкін да, ол ондай болмайды. Екінші бірі жаңағы медициналық жақтан да көп көмек көрсетеді деп айта аламын. Мысалы, қара қағаз, рентген қара қағаздарын көрген кезде кейбірде адамдар байқамайды екен да. Өткенде бір сондай бір статистиканы көрдім, пейпер көрдім. Сонда ол әлдеқашан жаңағы рентгенді көргенде әлдеқашан адамзаттан асып кеткен. Мысалы, адамзат байқамайтын нәрселерді жаңағы рентгендегі мәліметтерді өзі байқай алады. Дәрігердің жаңағы шындығын айтқанда жақсы маман болмаса білмейміз ғой, көріп жатыр ма, көрмей жатыр ма. Анаға не қылып қойғаннан кейін енді ол адамнан жақсы айырмашылық, анау жақсы маман, мынау жаман маман дегенге келмей қалайын деп тұр екен ғой. Керемет көмек дейді. Одан жаңағы сондай бір жасап қойсаңыз, чатбот секілді. Сіз сұрақ сұрасаңыз тіке содан алуға болады да. Енді бір мысалы адвокат саласы. Адвокат саласында да мысалы бүкіл заңды үйретесіз. Заңдық көмек береді. Заңдық көмек береді сізге. Оның мысалы құны, мысалы бұрын сіз бір адвокат орнына барып адвокаттан сұрақ сұрасаңыз, ол пәлен ақша деуі мүмкін да. Енді анандай жасап қойсаңыз, ол арзан бағада тіпті дұрыс, әдеттегі адвокаттардан жақсы жауаптар береді. Осы секілді көптеген орындарда қолданылады дағы. Сол салада мысалы бір пирамида секілді сол үшіне жетпеген адамдардың орнын басады деп айта аламын. Адамның қысқарады дейсіз. Ал енді кейбір салада орын баспауы мүмкін, менің ойымда. Бұл қандай дегенде, мысалы шығармашылық. Шығармашылық болғанда нақ адамзаттың мысалы өзінің бұрыннан қалыптасып келе жатқан, мысалы шабыттан әдебиетшілеріміз шығармалар жазады ғой. Содардың орны енді қазіргі AI ол деңгейде әлі жете алмайды. Шығарма дегенде былай енді мысалы әдебиеттік не тапсырмалар берсең жақсы нәрселер алып шығатын сияқты. Бірақ ода эмоция, сезімге байланысты нәрселер. Сондай мысалы жаңағы мен айттым ғой, пирамида секілді. Пирамиданың ішінде мысалы біздің мықты жазушылар секілді ол жаза алмайды да. Одан өзінің мысалы шығармада мысалы әр деңгейде әр адам әр кезде әр адам әртүрлі жазады ғой. Ол өйтпеуі мүмкін. Сол секілді. Одан мысалы ғалымдардың мысалы зерттеулеріне қазір енді бар, мысалы ChatGPT-дің жаңадан шығарған O1 деген моделі бар. Ол мысалы физика, математика пәндерінде кейбір PhD-дердің нәтижесі асып кетті ғой. Асып кетті. Асып кетті. Бірақ ол әлі деңгейіне жете алмай тұр. Кейбір нәрсені енді адам логикалық ойлауы енді қазірше AI-дан жақсы деп айтуға болады. Кейбір жақта. Кейбір жақта. Сол орындарды қазірше баса алмайды сондай бір. Келешекте басу мүмкін бе? Келешекте оны енді әзір бірдеме дей алмаймын. Өйткені өздеріңіз де көріп жатсыздар техниканың қаншалықты дамуы. Енді келешекте деп жатқаным мынандай қызық нәрсені айтқым келіп отыр. Енді бұл жаңағы жасанды интеллекттің жұмыс жасау жүйесі математикамен тығыз байланысты болып тұр ғой. Математикамен. Кеше енді өзіңізді ұсыныс еткен досым жаңа Манат мырзамен сөйлескенде ол да айтып жатыр да, жасанды интеллекттің қазір математикадағы 4-ақ нәрсені қолданады дейді ғой енді. Мысалы сызықтық алгебра жай қарапайым, сосын жаңағы не бар, комбинаторика, сосын жаңағы статистика және ықтималдық, сосын тағы қандай басты бірқанша функциондар болады. Сол туралы айта аласыз. Мысалы адам мида мысалы нерв жүйесінен құралады дейміз ғой. Содан мысалы бір нерв жүйесі бір информацияны қабылдайды, екінші нерв жүйесіне барады.
ол жаңегіден келген информацияны үйренеді ғой. Одан кейін ол келесіге жеткізу мүмкін. Ол бірақ анау екінші нерв жүйесі үйренгенде келесіге барған кезде ол басқаша, мысалы басқаша деңгейде жеткізу мүмкін да. Аха. Сол кезде мысалы адам ана біздің қолмен жасаған нерв жүйесі деп отырмыз ғой жаңағы. Ана қолмен жасаған. Біздікі Алланың берген. Алланың берген. Сол секілді мысалы біз жаңағы статистикалық үйренулер болады әрбір нерв жүйесі, нервте, әрбір нервте. Сосын екінші нервке баратын кезде ортада тағы бір функшн бар. Функциялар болғанда формулалар. Адамнаған формулалар функциясы бар. Қызмет деген сияқты. Қызмет. Әртүрлі формулалар бар. Сол формулалардан өтіп, сол мына жақтан мысалы басынан келген информация әрбір нерв жүйесінде үйренеді, сосын параметрлер әрбір нервте үйренеді, сосын параметрлерін жаңалайды ғой. Жаңалағаннан кейін екінші нервке барғанда ортасында тағы формула бар. Сол формулалар қаншалық деңгейде апару керек. Соған үшінші нерв жүйесіне барады да, мысалы. Сол жалғасып отырады да. Биылғы Нобель физика сыйлығын алған адам соны қайтару дейді ортаға қойғанда, қайтадан артына қайтады да, сосын жаңағы үйренген нәрселерді қайтадан апдейт қылады. Анау шыққан нәтижеге қарап отырып апдейт жаңалайды да. Жаңалайды, иә. Шыққан нәтижеге қарап әрбір нервтағы параметрлерді жаңалайды мысалы. Ондағы мысалы әрбір нервтер, оған келген деталар жаңағы линейр алгебра, сызықтық алгебраларға өте сәйкес келеді. Енді қазір болашақта осы AI-дің мамандары бірінші болып сол жаңағы математикада жақсы үйренген балалар шығады деп айтады. Солар шығады деп жатыр. Себебі математикасыз елестетуге болмайды деп жатыр. Енді соның келесі қызығын айтайын деп жатқаным сол жаңағы Мәкең айтады ғой. Мысалы енді қазір шындығын айтқан кезде қоғамда косинус маған неге керек дейтін адамдар көп қой енді. Былай айтқан кезде. Енді мен математика дейтін математикамен бәрі байланысы бар, математиканы біздің балалар жақсы үйрену керек деген нәрсені үнемі айтып жүрміз. Жаңа айтып жатқан комбинаторика бізде бірінші сыныптан бастап бар қазір. Жаңағы статистикамызда бірінші сыныптан бастап бар деген сияқты. Сызықтық алгебрамыз енді бізде мысалы 6-шы сыныпта басталады деген сияқты. Соны айтады, енді ол сол нәрсемен неғып жатыр, енді ертеңгі күні біздің анау университеттің математикалары бар ғой енді жаңағы. Біз енді екі өлшемді кеңістіктен бастасақ ары қарай n өлшемді кеңістікке дейін кетеді деген сияқты. Сызықтық алгебраңыз ары қарай кетеді деген сияқты. Солың дәрежесіне барған кезде ол одан да үлкен жаңағы неге кетеді. Кетті. Енді сол нәрсені елестету керек болып тұр ғой. Бірінші жаңағы бұл бастамасы біздің алғашқы 2000 жылдың алдындағы Евклидтің геометриясын біз орта мектепте әлі оқып жатырмыз деген сияқты әңгіме. Ал енді бұның несі өте тез кетуі мүмкін, мысалы 2000 жылдық нәрсемен бүйтіп келдік біз дамып. Жаңағы сіз айтқандай ол мысалы линейр алгебрадан қолдану мысалы тағы бір мысалдарын айтайын да. Мысалы бізде осы өткен жылы бір модель жасадым да, андай тілдерді ажырату. Мысалы мен сөйлеп жатсам, мен қай тілде сөйлеп жатырмын, соны ажырату керек. Сонда модель жасадым, оны мысалы неше кеңістікке көтеремін, бүкіл келген информациялар. Сонда мысалы қазақ тілі ана жерде тұрады, орысша мына жақта тұрады, сол арқылы бөліп алуға болады да жаңағы математиканың құдіреті. Дұрыс. Мына жаңа үш өлшемді деп көбіміз үш өлшемдік кеңістікті қолданамыз ғой, былай кеңістікте мысалы мынау x болсын, мынау y болсын. Сол секілді мысалы үш ақ өлшемді алдық. Ары қарай енді жоғары алгебраға барғанда n өлшемге көтеруге болады да. Ол кезде жаңағы өзінің қасиеттері тіпті айқындалады. Солай істеуге болады. Одан дыбыстық жақтарда мысалы математика, бүкілдей математика деп айта аламын. Мысалы дыбыстардың келген кезде біз оны басқа өрісте, мысалы жиілік өрісінен талдау жасаймыз көбінесе. Бұл жердегі мысалы уақыт өрісінен келген нәрсені жиілік өрісіне айландыру, о да мысалы формуламен атқарылатын жұмыстар. Тамаша, керемет. Енді біз жасанды интеллект десе көп адамдар қазір ChatGPT-ді елестетеді көз алдына. Себебі бәріміз ChatGPT-ді қолданып жатырмыз. Бұдан басқа да қандай бар ма қолданылатын жаңағы енді приложение ретінде қолданып жатырмыз, не жасап жатырмыз? Бұдан басқа мысалы үлкен компаниялардың шығарып жатқандары бар, сосын өзіміздің де осы жақында шығарған модельдеріміз бар. Мысалы үлкен компанияларда мысалы Google-дың шығарғаны бар. Google-да ол жаңағы тек қана мәтін емес, жаңағы видео нұсқада да жауаптар бере алады сізге. Видеода жасап бере алатын өзінің модельдері бар. Одан кейін метанікі бар. Қазір мета осы салада
open source деп қоямыз ғой, жаңағы бүкіл нәрсесін ашық жариялауда алдыңғы қатарда тұр да. Өзінің модульдары бар, оның модульдары да жақсы. Одан кейін X, бұрынғы Twitter, Elon Musk'тың X деген компаниясы бар ғой. Соның XA деген өзінің жеке тағы бір компаниясы бар, сол X-тің астында. Олардың жасаған модульдары да жақсы. Оларда жаңағы үлкен параметрлер тіпті үлкейткен да, өйткені оларда жаңағы ресурс жақсы. Параметрлер үлкейіп, тіпті де жақсы нәтижелер алуға құлшынып жатыр. Оның сыртында енді Қытайда да өздерінің жасаған сондай тілдік модульдар бар. Ал ең соңында айтпақшы болғаным, осы жақында біз KZLM деген модуль шығардық. Ол модулін шығардық, енді бұйырса сайты даяр болады. Ол жерде ол қазақ тілін жақсы қолдайды да. Енді ChatGPT қазір енді бәсеке дұрыс өте көп, бәсекенің болған дұрыс болып тұр ғой. Дұрыс. Әртүрлі жасап жатыр. Сен де ChatGPT ол жаңа Google дедіңіз, не дедіңіз, ол қандай компанияның болып тұр? ChatGPT өзі OpenAI деген компаниянікі ғой. Соныкі, OpenAI деген компаниянікі, ол енді әр компания, жаңа Google-дікі де бар деп жатырмын ғой. ChatGPT болса OpenAI-дің компания. Енді бір жақсы неге келе жатырмыз? Мынау білімге, білекке сенген заманда ешкімнен кенде қалмадық, білімге сенген заманда қапы қалып жүрмелік деп айтатын сөз бар. Тура сол сияқты бізде енді бір қанша, енді адамзат тарихында ең маңызды төңкерістерді айтатын болсақ, жаңағы ғылым техника төңкерісі бу машинасы тапқырланғаннан бастап, мысалы Англияда басталды, біз далада шауып жүрген кезімізде деген сияқты. Ары қарай енді мен екінші үлкен төңкеріс ол ақпараттық деп айтуға болатын сияқты. Мына компьютерлардың тапқырлануы, жаңағы информатикаға байланысты деген сияқты. Енді үшіншісі енді төңкерістер көп қой, соның ішіндегі бір үлкен адамзатқа не әкеліп жатқан осы жасанды интеллектке байланысты деп айта аламыз. Біз енді жаңа айтып жатырмыз, алдыңғының бәрінде енді қалып кеттік қой. Ғылым техника төңкерісі, жаңағы компьютерлар тапқырлап, телефон тапқырланып, өсіп жатқан кезде интернет қатты кетті. Енді ол жақтарынан біз үлкен бір неміз бар деп айта алмаймыз. Бірақ енді жаңа өзің айтып жатсың, осы мына жасанды интеллект кезінде біз ешкімнен қалып қалмауға жанталасуымыз керек деп ойлаймын. Сол садада енді өзің жаңа әңгіме барысында да айтылып жатыр. Қытайда оқыдың, ол жақта жаңағы 5 жыл жұмыс жасадың осы салада. Міне Қазақстанда Назарбаев университетінде осы жасанды интеллектке байланысты арнайы институт құрылды дедің жаңа. Осы өткен жылдан бастап, бұрыннан жаңа 2019 жыл құрылған бұл біздің институт. 2019 жылдан бастап құрылды, сосын өткен жылы президент институтты көріп, көзден кешіргеннен кейін тіпті де үлкейтіп, жеке бір өзі айырым бір институт құруды ортаға қойды да. Сол жоспар бойынша біз өткен жылы қыркүйектен бастап жеке институт болып құрылғанбыз. Назарбаевтың астында бір жеке институтпыз. Назарбаев университетінің тамаша, керемет, бұл жақсы мүмкіндік деп айтаймыз. Соның ішінде мен айтайын деп жатқаным, бұл біздің қазақ тілдің бір үлкен мүмкіндігі. Қазір енді не десек болады, қазақ тіліне байланысты көп мәселелер айтылады ғой қазір. Енді интернетке кірсең қазақша материал таба алмайсың, ешқандай не қыла алмайсың. Ал бірақ ChatGPT жақсы болды қазір. Шындығын айтқан кезде бүкіл жазсаң тіпті өзіңнен керемет нәрселерді тауып алып шығады. Енді өзіңнің істеп жатқан салаң осы қазақ тіліне байланысты көп нәрселер жасап жатыр екенсіңдер. Осыған байланысты жаңағы сөздің арасында айтылып қалды. Сол туралы айта кетсең енді. Біздің институт сол жаңа өзіңіз айтқандай екі бағытта жұмыс істейміз. Бірі жасанды интеллект, енді бір робот. Ал мен осы жасанды интеллект бағытында жұмыс істеймін. Бастысы қазақ тілі бір жайлы ету дейміз, мысалы табиғи тілдер бір жайлы ету деп менің зерттеу бағытым сол. Соның ішінде мен қазақ тілін басты орында зерттеймін. Соның ішінде біз жаңа өзім айтқандай KZLM деген модуль шығардық осы өткен жылы. 16 желтоқсанға қарай шығарған болатынбыз. Бұл енді басқа ChatGPT 4o деген модульмен салыстырдық. Біз одан басқа модульдерді де салыстырдық. Мысалы Метаның, басқа компаниялардың модулі. Соның ішінде біз қазақ тілде ең жақсы жауап беріп жатыр да.
ол біз берген информациялар осы Қазақстаннан бүкіл көп университеттер бізге атсалысып көмектесті. Информациялар жидық, деталарды. Соны жаңа модульға үйреттік. Қазір біздің модуль қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын, түрік. Осы 4 тілді қолдайды. Соның ішінде мысалы қазақ тілін жақсы жауап береді басқа модульдарға қарағанда. Өйткені біз оған көп деген қазақ тіліндегі деталарды бердік та. Сол арқылы қазақ тілінің дамуына ерекше тиімді болады. Ол қазір қандай сайт па, приложение ма? Қазір біз модулін open source қылып шығардық, ашық жарияладық. Кез келген адам істете алады, бірақ оны жаңағы саудаға салуына болмайды. Өз жеке істетуіне болады. Енді біз алда сайты жасалып жатыр да. Сайт шыққан кезде өздеріңіз істеткен ChatGPT секілді сайты болады, сол арада істете бересіздер. Тіке сол қазақша мәліметтерді сол біз жасаған модульден алуларыңызға болады. Ол жаңағы қазақтың тарихы болсын, мәдениеті болсын, басқа модульдерге қарағанда жақсы жауап береді. Мысалы, сіз қазақ хандығын кім құрған деп сұрайтын болсаңыз, ол бірден дұрыс жауап бере алады. Басқа модульдер дұрыс жауап бере алмауы мүмкін да. Енді ол бізде қазір енді керемет ChatGPT-ді айтып жатырмыз, иә. Енді ChatGPT-дің ол ауқымы үлкен, себебі ол мысалы қазақша бір сұрақ қойсаң, ол тек қана қазақша іздемеу мүмкін. Бүкіл әлемдік ақпаратты сүзіп шығады, сүзіп шығады. Себебі енді біз енді ең үлкен ағылшын тіліндегі енді ақпараттарға біз ешқашан жете алмаймыз, оны ешқашан қуып жете алмаймыз ғой, шындығын айтқан кезде. Соны сүзіп алып шығады. Сосын барып сізге қазақшалап жасап беруі мүмкін. Біздің модульде солай, жаңағы мысалы біз 4 тіл деп отырмын ғой. Сонда ол жаңағы тек қана қазақ тілі емес, басқа тілдерден де үйреніп тұр да. Сүзіп алынған. Орыс тілі, түрік тілі, ағылшын тілі. Ағылшын бар ма ішінде? Ода деталар да көп. Ол да жаңағы ChatGPT секілді. Ол басқа қазақ тілінде жоқ информацияны басқа тілден байқайды да, мысалы. Ала алады, иә? Сол ала алады. Оның сыртында біз жақында тағы сөйле деген сайт шығарғанбыз, платформа. Ода да мысалы аудармалық жұмыстар. Ол қазір енді жаңағы машиналық аудармалардың нәтижесін Blue Score деген нәтижесіне қарап айырады. Соғында біздікі қазіргі мысалы ел істетіп жүрген, халық істетіп жүрген сайттар, мысалы платформалардың ішінде нәтижесі ең жақсы деп айтуға болады. Сөйлеу, иә? Сөйлеу деген ол платформа жасалды, арнайы жасалды, иә? Оны жаңағы ода 4 тілді қолдайды. Бұйырса алда өзбек және қытай тілдерін қосу жоспарымыз бар. Енді ол да кейін телефонда жаңа ChatGPT сияқты приложение ретінде беріледі. Скачать етіп, орнатып алып, жұмыс жасай беруге болады дейсіз ғой, иә? Тамаша, керемет. Бұндай ChatGPT-мен қоса параллель солай қазақ тілін жаңағы дамытатын нәрселердің жасалып жатқаны біз үшін енді үлкен мүмкіндік деп ойлаймыз. Мамырбек мырза, енді жаңа да айтып отырмыз, Қытайда білім алған, қазақ тілін зерттеп жатыр, бірақ көп нәрселер біз енді шындығын айтсақ, біздің тіліміздің көбі қазір орысшадан бейімделіп кеткен жағдай өте көп. Сондықтан ағылшыншаның тіке өзінің оқылуы несі бойынша айтып жатқан жағдайлардың да көп, иә? Сондықтан енді оқырмандарға осы нәрсені де ескерте кеткіміз келеді. Ағылшынша мағынасы бойынша түсініп отырғаны дұрыс болады. Енді бізде көп қой, қазақ тілін ойбай сөйлеуін жасап жатыр екен, неғып жатыр екен, қазақша дұрыс емес деген сияқты не болуы мүмкін, бірақ біздің қазақша ашығын айтқан кезде жаңа да айтып жатырмын, көбі орысшаға бейімделіп кеткен нәрселер көп. Мен ағылшыншаны өзім бастап үйрену барысында да көріп жатырмын қазір. Негізі орысша көп сөздің өзі ағылшыншадан кірген екен ғой негізінде. Бірақ біз анау оқылу бойынша емес, айтылу бойынша емес, ана қалай оқылады, сол бойынша алынған жағдайлар өте көп екен. Жалпы мен Қытайда тұрдым, Қытайда оқып, мектепте қытайша, университетте қытайша оқыдым. Соған байланысты енді мына жақпен мен кейбір тілдік акценттерім ұқсамауы мүмкін ғой. Сосын да мысалы орысша атауларын ұқпаймын, сосын ағылшынша беріп жатқан. Ағылшынша, дұрыс, тамаша, керемет. Және өзіңіз айтқандай қазақ тілінің дамуы мысалы бұрын сайттардан іздесем табылмайды, қазір ChatGPT жақсы болды деп жатсыз ғой. Менің енді өз жеке арманым былай, мысалы бүкіл әлемдегі әрқандай тілден жаңа бір информация шықса, оны бірден қазақ тіліне аударуға болады. Қазір аудармалар жақсы. Оны сайтқа қоямыз.
сосын сіз іздесеңіз оның қазақшасы шығып тұрады ғой. Тауып аласыз, иә. Ол қайда жаңа сөйлеуде бола ма, жаңа қазақ оны әлемінде біз бола ма? арнаулы сондай жасауымызға болады да, мысалы мүмкіндігіміз қазір жетеді. Кез келген әлемдегі ең озық ақпаратты қазақ тіліне аударамыз. Сосын оны сайтқа қоямыз. Халыққа береміз деген сөз ғой. Халық оны аударғанда жаңа жасанды интеллектпен бірден аудара саламыз. Оның дәлдік дәрежесі енді 100% жетпеуі мүмкін, бірақ әдеттегі аудармашылардан жақсы, одан кейін негізгі ойды жеткізе алады да. Сосын кейін ол сайтқа қоямыз, кейбір адам қазақша оқи алмауы мүмкін. Оны біз дыбыстап оқып беруімізге болады. Сонда одан кейін кейде мысалы сөйлеген дыбысын да жасауға болады. Дыбысын да жасауға болады. Әзір бізде ол модульдер бәрі даяр, сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Сонда мысалы мен айтамын да, кейін дейін да, мысалы қазақ тілін дамыту үшін мысалы көретіні қазақша болсын, тыңдайтыны да қазақша болсын, ал сөйлеген сөзінде танып тұрсын. Қазақ тілі өздігінен дамиды сол кезде. Сол арқылы біз тілді дамытып жіберуімізге болады да. Қазір қазақ тілі деп қазақ тілін дамыту басты проблемамыз болып жүр. Сондықтан жаңа айтайын, бұл жасанды интеллект біз үшін үлкен мүмкіндік деп айтып жатқаным сол болып тұр ғой. Себебі қазір біздің жас ұрпақ, біздің енді ең үлкен алаңымыз, енді қорқынышымыз деп айтайықшы. Енді біз педагог ретінде қорқынышымыз сол. Себебі өзімізде де балалар бар, өзімізде де енді ұрпақ бар. Кітап оқы дейсің, анау дейсің, мынау дейсің. Менің қызымның бір айтқан сөзі бар еді маған. Қазақша оқыды, бірақ енді 7-ші сыныптан бастап кітап оқуға қатты қызықты. Өзім де сол кездерден бастап ойласам, кітап оқуға қызыққан екенмін да. Бүкіл орысша кітаптарды оқып жаңа не қылады. Мен айтамын, қазақша неге оқымайсың десем, бір күні айта беремін ғой, енді күледі. Әке, сіз қазақша білгеннен кейін қазақша оқыдыңыз ғой дейді. Біз не дейді? Біз орысша біліп тұрмыз, ағылшынша біліп тұрмыз. Енді біз қазақшада ештеңе жоқ болса не істейсің дейді да маған. Енді жоқ, ақпарат жоқ, жаңа не қылайын десең. Ал орысша болса, ағылшынша болса бәрі толып тұр. Содан өзім қызыққан нәрсемді таба аламын. Дұрыс. Ұрпақты кінәлауға болмайды. Кінәлауға болмай тұр да. Енді бұл үлкен мүмкіндік деп айтып жатқан нәрсем осы болып тұр ғой. Енді біздің балаларға сондай нәрсені жасап берсек. Мысалы, қазір бала TikTok-пен ойбай жаңа немен өсіп жатыр деп жатырмыз, бірақ ол жерде қарасаң бүкіл жаңа орысша ақпараттар, сонымен ойбай бәрі орысша болды, тіл болмады деген нәрселерді айтып жатырмыз. Сосын мына оқу сауаттылығына байланысты да балалардың өте төмендеп кеткені біздің мына PISA халықаралық зерттеулер деген бар. Үнемі айтылатын мәселелердің бірі, енді сол Қазақстан ол жақтан да төменгі орында тұрған елдердің бірі болып тұрмыз деген сияқты. Осы жағынан бір үлкен мүмкіндік болу керек деп ойлаймын, иә? Әрине. Енді біз халық болып қолдау үшін жаңағы ChatGPT туралы айттық, енді оның жаңағы адамның миы сияқты, нерв жүйелері сияқты, жаңа нейрондар сияқты бүйтіп қызмет істейтін жүйені соған беріп жатырмыз деген нәрсені айтып жатырмыз, иә? Ал сол үшін біз ол жаққа сұрақ бере беруіміз керек, иә? Дұрыс сұрақ беруіміз керек, және дұрыс сауатты жазып, оны да үйретуіміз керек болып тұр ғой. Себебі сізден алған нәрсені ананың жаңағы сұрақты дұрыс бермесеңіз, ол дұрыс қайтармауы мүмкін да. Жаңағы ChatGPT сол секілді модельдерден дұрыс сұрақ сұрай білу де үлкен білім, былайша айтқанда. Ол жақсы сұрақ қоя алсаңыз, ол жақсы жауап береді. Жақсы сұрақ және тиянақты, ойыңды нақты. Иә, біздегі тағы бір үлкен қоғамдағы мәселелердің бірі, енді көп сөйлейміз, тағы математиканы айта беремін мен. Математика нақты ғылым ғой. Дұрыс. Өткенде бір қызық жағдай болды, тағы бір кісілермен сөйлесіп отырсам, бір сол конкурс өткіздік дейді, жаңа кітап оқу, ең соңында ойын жеткізу, не қылу, анау шығармашылық былай неден гөрі нақты оқыған нәрсесінен қазір соған кетіп бара жатыр ғой, қысқа нақты жаңағы ақпарат беретіндей өткізсек, ең соңында жеңгендердің бәрін қарасақ математиктер екен дейді да. Себебі олар әлгі дұрыс қысқа нақты ақпаратты маңызды нәрселерді жеткізуге тырысады, байқайды деген сияқты. Сондықтан сол нәрседегі заман солай кетіп бара жатыр ғой енді. Қазір өзі қысқа жазатын журналистер, қысқа жазатын ақпаратты тоқ өткізіп беретіндердің де заманы кетіп бара жатыр мысалы. Сондықтан сол жағынан қолдап отыру керек деп ойлаймын енді өзім, сол мысалы. Ал енді жаңа өзіңіз айтқан қазақ тілдің сөйле, жаңа қазақ әлемі ма, қазақ қандай болды? Қазелілем деп, қазақ тілінің үлкен тілдік модель деген мағына береді. Сондай мағына береді, иә? Сол қазақ тіліне бағытталған үлкен тілдік модель. Түсіндім, иә.
иә, ол нәрсе шықса да біз енді қолдап отыруымыз керек, бүкіл қазақ болып қолдауымыз керек деп ойлаймын. Сол кезде жаңағы модал тіпті жетіледі да, мысалы. Қолданыс көп болған сайын оған мысалы бізге түсетін талаптар да ауыр болады. Мысалы халықтың әртүрлі пікірдері болады, ұсыныстар болады. Сол негізінде біз тіпті жақсартып жасауымызға болады модалды. Тамаша. Иә, енді жаңағы ұрпақ мәселесіне байланысты айтып жатырмыз. Сол жаңағы мынау жеңіл нәрселер көбейіп кетті деп жатырмыз. Сосын жаңағы мынау неге байланысты, сондай аудармалар көп болатын болса, қазақша өткендегі мысалы бір не деген мультфильмді бәріміз барып көрдік қой енді. Муананың қазақшасын барып енді бұрын жоқ деп жататынбыз, балалар барып көрді ғой. Сол сияқты жақсы нәрселер қазақшаға жасанды интеллект арқылы аударылса да біздің мүмкіндіктер көп болады. Балаларымыз ар жақ бер жақтан көп нәрсе іздеп кетпейді деп ойлаймын. Ол жағынан да мүмкіндіктер. Ол жағынан да мүмкіндіктер бар. Қазір біз бастап зерттеп жатырмыз. Жаңағы бір видео келеді. Ол мысалы басқа тілде келуі мүмкін, ағылшын тіл болсын, басқа тілде келеді. Сосын о тілді мысалы видео бар да, видеоның ішінде адам сөйлеп тұр. Соны біз қазақ тілінде әуелгі акцентін сақтай отырып, қазақ тілінде қайта видео жасай саламыз. Сонда мысалы TAD-дің сабақтарын көресіз ғой. Сонда анау сөйлеп жатады, ол мысалы бұрын болса аударып оған тағы дыбыс беру керек. Өткізбейміз, тіке жаңа модульмен істей саламыз. Ана адамның акцентін тағы сақтаймыз. Басқа тілде болса да, ол тағы қазақша сөйлеп тұрады. Сонда жаңа тіпті де қолданыс артады. Тура өзі сөйлеп тұрған сияқты. Өзі сөйлеп тұрған сияқты, бірақ қазақша сөйлеп тұрады. Керемет. Енді дұрыс, Назарбаев университетінде осыған байланысты жаңа институт құрылыпты, зерттеліп жатыр екен. Басқа біздің енді Қазақстандағы басқа жағдай туралы білесіз бе? Мысалы, басқа университеттер қалай? Осы туралы бір не дейміз? Қолданыс ұйым өздерің енді басқа ғалымдармен байланыс жасап тұрасыздар ма? Біздің Қазақстанның енді осы жағынан, жасанды интеллект жағынан болашақ қалай деп ойлайсыз? Бұл жағынан енді біз әр уақыт өз саламызда қатысты шыққан пейперлерді оқып тұрамыз, жаңағы проекттерге де қарап тұрамыз. Бұл жағында Қазақстан дамуы өте қарқынды деп айтуға болады. Мысалы, алдыңғы күні ғана президент Абу-Дабида сөйлеген лекциясын тыңдадыңыздар ма екен? Сонда Қазақстан дейді да, 3 бағытты маңызды алып атқарамыз дейді. Бірі цифрландыру, екіншісі жасанды интеллект, үшіншісі маңызды инфрақұрылымдар. Сонда екеуі IT-ға байланысты. Осы 3 саланы маңызды етіп дамимыз, сол арқылы халықаралық жаңағы қауіптерге, одан кейін жаңағы бәсекелерге төтеп береміз дейді. Сонда бұл президент бекер олай сөйлеп отырған жоқ. Сол арқылы біз тіпті де жаңағы жасанды интеллект дамытады. Мысалы, үкіметтің, президент жақтан үкіметтің қолдауы жақсы деп айтуға болады да. Ал енді Қазақстанда, мысалы, Экспоның ішінде әлем AI деген центр құрылған. Өздеріңіз біле ме екенсіздер. Ода мысалы осы AI-ді жаңағы цифрландыру министрлігінің арнаулы өздерінің басқаратын орны. Ода мысалы әлемдік деңгейде AI дамытамыз деп жатыр. Оның сыртында біздің Назарбаев университетінде де бізде жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы, басқа университеттерде бар, барлығы дерліктей осы саланы басты түйін етіп дамып жатыр. Ал енді бұл тек қана жасанды интеллект емес. Жаңағы жасанды интеллекттен пайдаланып басқа ғылым, басқа пәндердің дамуына да осы мысалы химияда жүрген ғалым ағалар бар. Олар да бастап жасанды интеллектті енгізе бастады. Сол арқылы өздерінің зерттеуін тіпті дамытпақшы да. Сонда бұл жалпы Қазақстан даму жақсы деп айтуға болады. Өте жақсы деп айтуға болады. Жастар да көп келіп жатыр. Енді әлемдік деңгейде деп айта алмаймын. Әлемдік енді алдыңғы топ пәленге кіреді деп айта алмаймын. Бірақ енді жалпы Орта Азия жөнінен жетекші ел деп айтуға болады. Жетекші ел, тамаша. Қазақ тіліне көп үлес қосып жатырмыз, осы жағын зерттеп жатырмыз деп жазсыз. Енді бір оқырмандарға ескерте кету керексіз. Қытайдан сіз 2024 басында келдіңіз. Міне Қазақстанда жұмыс жасағалы 1 жыл болды. 1 жылдан асты. Тамаша, керемет, біраз жұмыс жасап тастадыңыздар. Біз енді қазір болашақпен оқытамыз. Оның қасында сен сол жақта білім алып, сол жақта 5 жыл ғылымда жұмыс жасап, енді бірінші мүмкін қоймауға да болмайтын шығар. Енді Қазақстандағы жаңағы
қолдаумен Қытайдағы қолдау қалай? Екіншісі, ол жақта жасалып жатқан енді келешекте енді көп адамдар солай не қылады ғой. Қытай Американы басып озуы мүмкін деген сияқты әңгімелер айтады мысалы. Себебі ол жақта адамдық ресурс, енді 1,5 миллиард халық дейміз, көп, ғалымда көп, зерттейтін адамдар да көп шығар. Осы жағынан енді не айта аласың? Ол жақта қалай болып жатыр даму? Біздегі көңіл толмайтын жерлер бар ма? Енді өзім Қытайда оқыдым, университетте сол жақта бітіріп, сосын Қытай ғылым академиясында 5 жыл жұмыс істедім. Енді бұл жағынан өзім білгендерде, мысалы, Қытай қатты қолдайды мысалы. Осы жағын қатты қолдайды, одан жаңағы беретін қаржысы да ерекше мол да. Бірақ енді қазір Америка жақ жаңағы ресурстардан шектеп тұр ғой. Санкция дейміз басқа. Солай шектеп тұр да. Мысалы, NVIDIA-ның жаңағы GPU-дарын Қытайға сатқызбайды. Сондай шектеп тұрғанның өзінде олар қатты дамып жатыр да. Одан жаңағы ғалымдарға беретін қаражат та мол. Мысалы, мен істеген институтта сіз PhD бітіріп келетін болсаңыз, бірден пәтеріңізді береді, оның сыртында неше миллион ақша береді сіздің зерттеуіңізге арнап. Солай қатты қолдайды да. Ал енді Қазақстанда қатты нашар деп айта алмаймын, бірақ қолдау жақсы мен білгенде. Өзіңізге қандай енді? Өзіме де жақсы енді, шыны керек. Өз елің деген ұқсамайды. Жалпы 2019 жылы Тоқаев Америкаға барды да. Соны Америкаға барғанда тек қана IT мамандармен кезікті ғой. Сол кезде отанға оралыңдар, осылай жұмыс істеңдер деді. Сонда шешем бір сөзі бар ғой, мамыр сенің кезің келді дейді ғой маған. Барып жұмыс істе деп. Содан осы жаққа шешім қабылдап осы жаққа келдім. Дұрыс. Не алам емес, не берем деп келдім дейсің ғой. Өз енді Қытайда IT қатты дамыған. Соның қызу ортасында жүрдім, үйрендім, білдім. Енді соны осы өз еліме берсем бе деген ниетпен келген болатынмын. Қытайда енді қолданысы ерекше көп. Соны Қазақстанда дамыту керек деп ойлаймын. Бірінші себебі, мысалы, Қазақстанда жан саны аз. Мысалы, Қазақстанда 20 миллионнан астам. 20 миллион, иә. Ал енді Қытайдың бір қаласында, мысалы, Пекинда 22 миллион жан саны бар. Өзім сонда оқыдым ғой. Иә. Сонда AI-дің артықшылығы, басты артықшылығының бірі не десеңіз, мысалы, бір адам, мысалы, бұрын көп адам істейтін жұмысты AI арқылы аз адам істеуге болады. Бізде адам байлығы аз ғой. Сол AI дамыту арқылы біз әлемдік деңгейде жұмыстарды, мысалы, өндірістерді қатты дамытуымызға болады. Жаңағы өкіметтің осыны басты бағытта дамытамыз деп отырған себебі осы деп ойлаймын. AI дамыса біздің жаңағы өндіріс барлық саламыз қатты дамиды. Бізде адам күші аз болса да, біздің мемлекет мүмкіндік біз үшін. Бұл біз үшін өте үлкен мүмкіндік. Біздің мемлекеттік қуатымыз қатты тез артады. Мысалы, бір мысал келтіре кетейін. Қытайдың Шанхай деген қаласында дүниежүзінде ең үлкен порт салынды өткен бір қанша жыл болды. Ол бүкілде AI-мен істелінген. Ана жаңағы порттағы үлкен контейнерлерді алып жүреді. Мысалы, апарып қояды, соның бәрін бүкілде автомат істейді. Соны қаншадан меңгереді екен дейсіз. Бұрын болса неше мың адам істеу керек, қазір соны 9 адамға меңгереді. Мәссаған. Ал Қазақстан бойынша үлкен порт, дүниежүзінде әлем бойынша бірінші орында тұрады. Соны жаңағы басқаратын центрінде 9 адаммен жұмыс істейді екен. Енді сол секілді мүмкіндіктер. Мысалы, біз жаңағындай 9 адамды пайдаланып, әлемдік деңгейде бір жұмыстар істеуімізге болады. Сол арқылы бүкіл мемлекеттің қуатын арттыруға. Адам жетіспейді, бізді адам аз деп қарап отырмай-ақ осы жасанды интеллектті пайдаланып қаншалаған мүмкіндіктер жасауға болады. Сол арқылы мемлекеттің қуатын арттыруға болады. Сондай мүмкіндіктер. Тамаша. Керемет. Анау киноларда көп көреміз ғой бұрын, енді көз алдымызға елестеп жатыр. Робот адамдар, машина адамдары уже бүкіл солармен соғыс болып жатқан, олар өзі бірін-бірі жасап, орын басып кетіп жатқан жағдайлар болып жатады. Сондай сұрақтар қойылады, одан кейін неге істетеміз дегендей сұрақтар қатты болады. Қайда пайдаланамыз? Өте тамаша. Осы екі сұраққа жауап беріп өтші енді. Біріншісі, адамның орнын баса ала ма? Бағана алдында да айтып еттік қой, мысалы, қайталанбалы ритмді жұмыстарды бірден басады деп.
көп орында көп жұмыстарды басып кетеді деп айта аламын. Енді бірі қолданысы қай орындарда қолданылады дегенде мен ойлаймын кез келген орында негізі мен ойлай алған орындардың бәрінде қолдануға болады деп ойлаймын да. Өйткені жасанды интеллектте адам секілді жаңа нерв жүйесінен құрылады дедік қой. Сол секілді ойлай алады, істей алады, шешім қабылдай алатын дәрежеге келді ғой. Сол арқылы ол адам істеп жатқан жұмыстарды істеуге болады. Әуелі адам істей алмайтын жұмыстарды істеуге болады. Істеуге болады, иә. Мысалы, кен ашу жұмыстарын алып айтсақ, енді тағы Қытайды мысал келтіріп өтейін. Мысалы, Huawei деген компанияны білесіздер? Иә. Соның өзінің кенді жаңағы кенге жасаған андай үлкен кран машиналары бар. Оны мысалы жаңағы автоматты түрде басқарады, жаңағы AI-ді кіргізіп қойған, бүкілде өзі жұмыс істейді. Адам жаңағы кенге түсуінің түк қажеті жоқ. Қажеті жоқ, иә. Алыс аралықты меңгере береді. Бізде енді кеннен де өте көп оқиғалар туды ғой енді, мысалы Қарағандыда қаншалаған адам қырылып қалды. Қазақстанда кен байлығы көп, одан жері көп қой мысалы. Жаңағы ауыл шаруашылығына да қатты қолданысқа енгізуге болады деп ойлаймын да мысалы. Қалың сенсорларды қойып, жаңағы оны сенсорлардан келген детаны AI мен анализ жасап, соған қарай ауыл шаруашылық жұмыстарын алып баруға болады. Иә, ауыл шаруашылық жағында да ана қазір дрондар нелер статистика жинайтын, ауа райы жағдайына байланысты, жердің жағдайына байланысты, иә. Өткенде бір қызық мысал болды. Бір ағаммен кеңесіп отырмын да, ол кісіде біздің Назарбаев университетінде болады. Сосын менде бір модель бар дедім. Соны мысалы қандай заттар жүргенін суреттен біле алуыма болады дейді мысалы. Оны дронға қосуға бола ма дейді. Әрине болады дедім. Сосын айтады, мысалы ана малдар тани ма дейді. Ой, танып тұр десем айтады. Онда қазаққа бір сондай жасап берсек болады екен дейді ғой. Мысалы дрон ұшыра салады, қанша малы жүр, қай малдары жүр білуге болады. Өте дұрыс. Болашақта болуы мүмкін. Біз мынау қазір енді біздің Зерделі мектебінде Астана қаласында біз енді франциялық досымыз деп өткенде мен Фейсбуктан де жаздым. 70 миллионның енді аппараты деп жатырмыз ғой, соны біздің мектепке сыйға тарта салды енді. Қазақстан бір жерден әкелген, сөйтеді ол енді білесіз ғой, арғай дұрыс не болмай қалғаннан кейін жарайды мектепке істетіңдерші деп әкеп берді. Сода жаңағы өзің айтқан сияқты анау балалар қазір сол дронмен жұмыс жасап зерттеп жатыр. Былайша айтқан кезде мен енді қазір біз енді сұхбат беріп жатырмыз, не жасап жатырмыз ғой, анау арнайы бізде телефонмен түсіретін мовлиграф нелер жүреді ғой жанымызда. Енді анау бетіңді танытып қояды екенсің. Сол сөзбен еріп жүріп бүкіл жұмыс істейді. Жұмысыңды істеп түсіріп отырады екен да, былайша айтқан кезде. Сол сияқты нәрселерді енді балалар өздері жаңа компьютермен жасап, біздің балаларға, оқушыларға мектеп жасынан бастап та осы нәрсе қатты қызықтыру керек. Қызықтырып, қажет болып тұр ғой. Одан біз содан бастап кетпесек қазір жаңа айтып жатқанымыз енді болашақта біз кенже қалып кетуіміз әбден мүмкін. Сондықтан дендеп кіру керек болып тұр ғой біздің. Өзіңіз айтқандай мысалы әрқайсы өнеркәсіп төңкерістерден кенде қалдық дедіңіз ғой. Енді осы салада кенде қалмау үшін жаңағы балаларды жастайынан тәрбиелеу керек. Одан осы ғалымдар тынбай еңбектену керек қой. Көптеген мамандықтарды басады, адамдардың жұмыстарын жеңілдетеді деген нәрселерді айтып жатырмыз. Осыдан ары қарай сұрақ туады. Көп нәрсені соған сүйеніп алып біз рухани аш қалмаймыз ба деген сұрақта туады ғой енді. Бұрын мысалы кітап оқу керек, үйреніп, өзің бір нәрсені ізденіп жазасың. Қазір ChatGPT-ге жаза саласың, бәрін дайындап беріп жатыр деген сияқты. Бұл жағынан қалай ойлайсыз енді? Бұл жағынан енді мен ойлаймын, бірінші мектеп кезінен бастап балаларды дұрыс тәрбиелеу керек та. Өзінің жаңағы ойлау қабілетін, ұлттық салт санасын бәрін үйреніп шығу керек. Одан кейін сол жаңағы ChatGPT секілді AI продукттарын дұрыс пайдалану керек та. Ол бізге шынымен өте тиімді. Бұрын мысалы біз бір нәрселер жазу үшін оны өзіміз жазып әуре боламыз ғой. Қазір ChatGPT шығарып беріп жатыр. Бұл біздің белгілі деңгейде бәлкім өзіміздің жаңағы жазу, сызу қабілетімізді түсіру мүмкін. Ал кейбір жағынан қарағанда көтеруі де мүмкін да. Ойланған адамға ол жаңағы ChatGPT-дікін көреді, өзінің ойланғаны бар, екеуін салыстырады ғой. Салыстырып, ол тіпті жақсы ойлауға ұмтылуы мүмкін.
ол жаңа адамның өз ойлауында тұр деп дұрыс, ойлаймын. өте тамаша, керемет жауап бердің деп ойлаймын. Себебі анау біз табысқа жететін адамдар туралы үнемі айтамыз да, мысалы әрбір нәрсені өзіне мүмкіндік ретінде көретін адам болады. Былайша айтқанда өзінің рухани аш қалмау үшін сол чат GPT-мен жарысып ойын дамытып отыруға да мүмкіндік бар деп. Сол арқылы тіпті деңгейін арттырады ғой. Деңгейін көтеріп. Мысалы өзі жазады, ана жаққа береді, соныкімен салыстырады деген сияқты. Мысалы мен өз саламда мысалы үнемі код жазамын ғой. Код жазған кезде кейде ұқпай қалғанда чат GPT-ден сұраймын. Өзім ойлағаным бар, ананың берген жауабы бар. Соны салыстырып, мына бүйтіп жазу керек екен ғой. Былай жазсам тіпті жақсы болар деп тағы бір кезінде сол мысалды келтіріп көремін да. Сол арқылы мен шыны керек чат GPT-ді пайдаланған деңгейім қатты өсіп кетті да. Дұрыс. Осы өз саламдағы қабілет. Тамаша. Мен де қазір ағылшынды бастадым. Енді біраз курстар нелерді алдық. Қазір анандай сол жасанды интеллектпен жасап қойған курстар бар екен ғой. Жаңағы өзің қазір көп не болып жатыр ғой. Мысалы қандай біреумен сөйлескің келеді ағылшынша, соны шығарып беріп қойып жатыр жаңағы. Өзің айтқан сияқты. Ал оның сыртында саған деңгейіңе қарай курстың бағдарламасын сізде байқап отырады да. Сізде байқап отырады. Жаңағы қай жерден қателеспесің, қай жерден неғып жатсың, көбірек жаңағы текст беріп отыру керек па, көбірек сөз беріп отыру керек пе деген сияқты. Соның бәрін жасайтын қазір ондай да жаңағы курстар нелер бар. Мысалы пайда болған. Одан мысалы бір мысал келтіре кетейін. Жақында көрдім, бір программист шетелдік. Баласына чат GPT арқылы бір программа жазып қойған. Баласы бұнда отырып жаңа тапсырмаларын істейді. Ана үстінен бір камера қойып қойған. Ол камера дер кезінде чат GPT-ға беріп отырады екен, не жазып отырған. Сосын ол чат GPT анализ жасап, сенің балаң мына жерлерден қате кетті, былай дұрыстаса болады деп, ана бала тапсырма орындап болғанша чат GPT баяғыда анализін жасап, әкесіне, шешесіне беріп болады екен. Беріп болады, иә. Содан әке шешесі қарап ананы үйренеді екен да, қайтадан баласын айтады екен, былай істейді. Соның ана нәтижелерін көрсетті сол программист. Сонда баласының нәтижесі деген күннен күнге артқан ғой. Керемет. Сондай мүмкіндіктер көп негізі. Соны дұрыс пайдалана алу керек та. Дұрыс пайдаланып, дұрыс жаққа қолдана алу керек дейсіз ғой, иә? Иә, жаңағы нәрседе президенттің тапсырмасы туралы екеуі IT саласына байланысты деп жатырмыз. Енді цифрлық сауат жаңағы цифрландыру және AI, одан кейін маңызды инфрақұрылымдар. Сондағы енді ары қарай сұрақ туады, осы жасанды интеллектті дамытуға қаншалықты енді қаражат, инвестиция керек бола ма, жоқ па деген? Қатты қажет деп айта аламын. Себебі жасанды интеллект дамыту үшін бірінші ресурс керек. Ресурс болғанда біз жаңағы есептеу қуаты деп айтамыз. Жаңағы кластер серверлер керек. NVIDIA секілді компаниялардың GPU өте маңызды да бұл салада. Өте үлкен не болу керек па? Иә, жаңағы GPU көлем үлкен болу керек, иә. Есептеу қуаты күшті болу керек. Қуаты күшті болу керек. Бұл әдеттегі компьютерлер алып жүре алмайды ғой. Соны жаңа машықтандырып үйреткен кезде өте қуатты компьютерлер керек. Бұның енді бағасы өте жоғары. Одан кейін Америкада компаниялар өндіреді, сосын ол шектеп тұр да. Мысалы, шектегенде Қазақстанға да сатпайды. Осындай GPU-дарды. Қытайға да сатпайды, орысқа да сатпайды. Россияға кетіп қалады, сондай кетіп қалады ма екен деп ойлауым мүмкін. Ортада біз кішкене. Сосын бізге де бермейді. Сосын біз қазір Америкада кластердарды пайдаланып осылай жұмыс істеп жатырмыз. Өткенде біз қазілемді жасау үшін мысалы Билайн компаниясы бізге қаншама спонсор болып қаншама қаражат берді. Мысалы күніне неше мың доллар кетеді да. Одан кейін бұл ресурс жағы ғой. Енді бірі дата дайындау. Мен әр уақыт айтып жүремін, мысалы AI-дың екі аяғы, бірі ресурс, есептеу қуаты, енді бірі дата. Осы екеуі болған кезде оған адамдар нерв жүйесін құру арқылы оны үйретеді да. Сонда даталарды жиюда өте маңызды. Оған да қаражат керек. Мысалы чат GPT-ді жасау үшін қай күні көрдім, қанша? 600 миллиард ба сондай мысалы ақша кетеді да. Бір тренинг үшін. Оның мысалы қаншамасы датаға кетеді. Сонда датаны жасайтын компаниялар да бар қазір. Чат GPT-дар көбінде OpenAI-дар көбінде содан сатып алады. Оған да көп қаражат керек. Мысалы
Америкада бір ең жас миллионер атанған бір жас жігіт бар, 17 жасында өзі MIT-дан шегініп шығып компания құрған. Ол тек қана дата жасайды. Мен AI-ді істемеймін, бірақ дата жасаймын деп. Сол қатты байып кеткен да. Бұдан байқауға болады жаңағы AI-ға датаның қаншалық маңызды екен. Сонда бұл жалпы біздің істеуімізге де сол сияқты бір ресурс керек, бір дата керек. Ал осы екеуіне жаңағы инвестиция қаражат инвестиция керек. Енді бір жақсысы қазір бізде өкімет тарапынан қолдау жақсы деп айта аламын. Бізге сондай жақсы ресурстар беріп, сол арқылы жұмыстар істеп жатырмыз. Бұйырса бұдан кейін тіпті жақсы болады деп ойлаймын. Қаражат лайықты дәрежеде бөлініп жасалып жатыр деп ойлайсыз ғой, мемлекет тарапынан да қолдау керек. Енді алда осы жоспарларына қарағанда алда тіпті дамытады да. Онда мысалы тіпті де көп өнімдер шығады, тек қана біз емес, басқа да компаниялар бар. Компаниялар да қатты мән беріп жатыр да бұған. Мысалы оларда мысалы қаражаттың бір бөлімін осы салаға бөліп жатыр. Мысалы енді Қазақстанда компаниялардың ашық жариялаған мәліметтерін көрмедім. Мысалы өткен жыл соңында Microsoft'тың шығарған өздерінің жоспарында мысалы 2025 осы AI-ға 80 миллиард долларды арнаймыз деп жатыр. Бұл енді жеткілікті ме? Жеткілікті деуге де болмайды. Жетемен салыстырғанда бірақ жақсы дейсің ғой. Бірақ жақсы ғой. Мысалы олардың көбі сол жаңағы ресурсты алуға пайдаланады да. Осы AI бір саласы сол жаңағы бір несі өте үлкен ресурстар керек, қомақты қаражат керек қой. Бүгінде жасанды интеллектті пайдаланып жатқан өскелең ұрпақтарымызға қандай кеңес берер едіңіз? Бірінші соны дұрыс пайдалануды үйрену керек. Одан өзі қызығатын болса осы салада оқу керек. Соның ішінде енді айтқым келеді, жаңағы математика сияқты пәндерді қатты маңызды орында алып жүрсе, жақсы оқу керек. Жақсы оқу керек. Сосын өзі қызығатын болса, осы кезде интернетте бәрі бар. Одан жақсы мұғалімдер болуы да мүмкін. Әр бала әртүрлі ғой енді. Мысалы жақсы мұғалім болса, соның артынан ілесіп үйрену керек. Егер болмаса интернетте қаншама даяр материалдар бар. Содан үйреніп, өзің қызыққан бағытында жұмыс істеу керек. Тек қана осы AI-ді оқып кет демеймін, бірақ басқа пәндерді оқығанда да соны пайдалануды білу керек. Сонда тіпті өзің болашағы тіпті де керемет болады деп айта аламын. Тамаша, керемет. Енді ары қарай жалпы айтылмай қалған мәселелер болса, жаңа оқырмандарға бір соңғы түйініңізбен аяқтасаңыз. Енді өзім жеке басымнан алып айтсам, осы салада жұмыс істеп жатырмыз, жалпы қазақ тілінің бағытында жұмыс істеп жатырмын ғой. Енді мысалы біз шығарған продукттар болады, соны көптеп пайдаланса деймін да халық. Мысалы ой бәлен жерде бар ғой деп мысалы бұрын үйреніп қалған қазақтық сондай біздің қазақтікі деген жұрттың баласы деп үнемі ойдан айырылу керек та. Қай күні бір ағамен де кеңесіп отырсам, біздің қазақтар істей алады екен ғой дейді ғой. Оны істеп тұрмыз. Қазіргі жас мамандардың қабілеті жетеді, келе жатқан мамандар күнделікті үйреніп жатыр. Олар да істей алады да, мысалы. Бүгін жақсы болмауы мүмкін, бірақ ертең тіпті жақсы болады. Сол секілді қолдау жақсы болса, қолдағанда мысалы сол шығарған продукттерін жақсы қолдап, істетіп, соның кемшілігі болса дұрыстап айтып берсе, ол тіпті қатты дамиды деп ойлаймын. Одан кейін ChatGPT шығып жатыр дейміз, осы секілді AI-дан қорықпау керек. Соны дұрыс қабылдап, пайдалана білу керек, үйрену керек, өзінің қолғанатын айландыру керек та. Сол арқылы өзінің жұмыс өнімділігін арттыруды ойластыру керек. Жалпы әлем қалай бағытталып жатыр, біз қалай істеуіміз керек, соны ойлай жүрсе екен деп ойлаймын. Тамаша, керемет. Жаңа тағы бір өте маңызды нәрсені айтып жатсыз, өткенде біреу жазыпты, жұрттың баласы деп кішкене кезімізден сөйтіп үйреніп қалған, сөйтіп басқаларды мақтай беретін сияқтымыз деген сияқты. Жақсы, тамаша. Біздегі оқырмандардың көбі осы біздің білімді трендке айландыру деген мақсатымызды қолдап жүрген, басында да айтып жатырмыз, ойлы, керемет тыңдармандар, оқырмандар деп айтуға болады. Сондықтан енді өзің Назарбаев университетінде жұмыс жасайсың, бір
қызық жағдай болсын, керемет бір пікір жазған азаматқа сізден бір сыйлық болса. Жақсы, онда бір кереметтей бір ақылды, ойлы пікір жазған адамға өзіміздің ләпті экскурсия көрсетуге орналастырсақ. О, тамаша, керемет. Назарбаев университетін көргісі келетін қаншалаған. Барып көріп, сол біз қалай жұмыс істеп жатырмыз, қандай, робот қалай, сол бағытты көрсетіп. Тамаша, бала шағасымен ертікпесе де көрсетуге дайынбыз. Керемет бір сыйлық болды деп ойлаймыз. Құрметті оқырмандар, бұл жерде қолдау деген нәрсені Мамырбек те айтып жатыр. Бұл нәрсе бәріміз үшін өте маңызды. Мынау біздің қазақша шығып жатқан қазілім сөйле деген нені айтып жатырмыз, сол сияқты нәрселерді қолдап отыруымыз керек. Және біздің YouTube каналды да ойлайық YouTube каналына осындай ойлы азаматтарды шақырып отырмыз. Сондықтан ойлайық YouTube каналында қолдай жүріңіздер, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, пікір жазыңыздар, басқа не дейміз, достарыңызға, таныстарыңызға таратыңыздар. Біздің ойлы, мықты болашақ шәкірттеріміз көп болсын. Халқымыздың бәрі сондай ойлы азаматтар болсын, болашағымыз мықты болсын деген тілекпен аяқтағымыз келіп отыр. Сәттілік болсын.